Алматы тойға келем, Файзан екем, сөйтсем, басында беташар болады деді. Сөйтсем, Алматының тағы да бір ерекшелігі, беташар уақытысында қыздың жақтан келген жаңа құдалар қарап тұрады беташарға. Бізде де солай. Ондай вообще дұрыс емес қой негізінде, біздің понятие бойынша. Ну, иә, дұрыс емес. Әр жақтың салты әртүрлі, бірақ бізде ондай, бізде мысалы Таразда қазір тойдың алдында беташар бола ма? Құдалар күтіп тұрады далада. Беташар бітеді, беташар біткеннен кейін екі жасты қайттан сыртқа шығарады да құдаларды музыкамен кіргізеді. Ана жақта мен білмеймін ғой ол құдалар тұрған. Екінші этажда тұр құдалар. Мен беташар ашайын деп жатырмын да, мен беташар ол кезде конкретно басым істемейтін кез ғой. Қазір тамалдар жүр ғой, любой в лоб налап ұра беретін кез ғой. Ішін шығамын да жүрген періп атым. Өтіп жатыр бірақ халыққа. Мен сеземін ғой, сезгеннен кейін оны әзіл айта бересің. Кіріп жатыр да, күліп жатыр да, ең соңында бәріне сәлем салдырып қойғаннан кейін бітемін ғой. Ал келін Алматыға бір сәлем деймін ғой. Вообще не в тему, Алматыға бір сәлем салады. Алматы вокзалына бір сәлем деймін ғой. Вокзалға бір сәлем салады. Барахолкаға бір сәлем, барахолка салады. Алтын Ордаға бір сәлем, Алтын Ордаға салады. Анаған сәлем, анаған салады. Столыпқа сәлем, люстраға сәлем. Қуғам ғой общем. Кілемге сәлем, кафельге сәлем, анаға сәлем. Бір 25 сәлем салдырғам ғой. До того энергиям кетіп қалған, күлдіртіп атып. Салам, салғаннан кейін апа келеді, шекесін сүйетті. Енді тойға дайындалайық дедім микрофонмен. Айырып жүрім ғой кәмдеш. Артқа қарай қарап қалып едім, прикинь, бір үлкен кісі қолтығымнан ұстайды. Жүрш былай дейді маған. Ойымда түгі жоқ. Мен дыдың болған жоқ ол кез. Мен ойладым, жүрш былай деп прикол ұстап тұр, тойға заказ берейін деп жатыр деп тұрмын да мен уже. Бірақ беташарға берейін деп айырып салдым ғой деп. Сен бүйтеді маған, сен домбырамен ашпайсың ба дейді маған. Жоқ, көке, домбырамен ашпаймын, ойымда түгі жоқ. Мен музыкамен ашам, көке. Өтті ма, бір айзай деп тұрмын. Сен менің қызыма қандай әзіл айтасың сен? Анаған сәлем, наған сәлем деген не деп айтып үлгерген жоқ. Туған ағасы жағаннан ұстайды да, баспен ұрады ғой. 200 адамның алдында. Мен реакциям маңдай ғой, мен сайгақпын ғой, мен тез қашып кетем ғой. Мен ұрайын деп атқан кезде прикинь, бейт басымды тартып үлгерем, шашы тиеді ғой бетіме. Бейт шашы тиеді, былай өтіп кетеді. Файзон нинза кеп қалған ғой жынай жерде шына. Нойып сайып тұқсап кеп қалды да, прикинь, ана екеуі ұстасады төбелеседі ғой 300 адамның алдында. Болып атыр анақшы. Қан болып атыр кәмдейін. Құдалар жақтан кеп, ағасының әйелі, иди отсюда тамада. Бір нәрсе, звезда, если ты звезда, базар жоққа жаңадан кіріп жүрген кезім ба, или енді кірейін деп, звезда, ты сам себе звезда. Тамып тұр ғой, звезда деп тұр ғой, өзіңе звездасың деп тұр. Сен қандай тамадасын әзілдейтін бір, бәлі, неқта айтып